Өзіңізді адал келдім деп ойлайсыз ба? Менің адал келген келмегенімді халық өзінің шешімін береді, бағасын береді алдағы уақытта деп есептеймін. Қандай жұмысыңыз үшін депутат болдым деп ойлайсыз, Нартай мырза? Қандай жұмысыңыз үшін депутат болдым деп ойлайсыз? Мен енді елдің ақ батасы алды, мен сосын халықтың алдындағы әлеуметтік мәселелерді көтергенім үшін деп ойлаймын. Журналистикада сіздермен тізе қосып бірге жұмыс істегенім үшін деп ойлаймын. Және журналистердің де мәжіліске келіп жатқаны, парламентке келіп жатқанын құбақ көретін азаматтың бірімін. Лайықпын дейсіз ба сонда депутат болуға? Лайықпын деп ойлайсыз ба? Мен шеше алмаймын. Оған мен пікір де берілдіре алмаймын. Сіздің пікіріңізде екі дүние бар да. Бұл сайлау әділ өтпеген болуы мүмкін дейсіз, заң бұзушылықтар болды деп жатырсыз, иә? Мен айттым, құзырлы орындар анықтаса ғана дедім. Мен баға берген жоқпын, басын ашып алайын. Жақсы. Онда егер сайлаудың ішінде заң бұзушылықтар болса, бірақ сіз өзіңізді қалай әділ өттім деп ойлайсыз? Менің қалай өткенімді және не үшін өткенімнің бағасын халық берсін дейді. Менің басты жауабым осы.